Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай бір жасағаннан шығатын блинилардың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, осы видеоны соңына дейін қарап, сіз де жасап көріңіз. Ең алдымен бізге құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Жұмыртқа бөлме температурасында болса жақсы болады. Жақсылап осылай араластырып аламыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады. Кейін бір жарты шай қасық тұзымызды салып аламыз. 4 ас қасық қантымызды саламыз. Егер де тәтті болмағанын қаласаңыздар, аз салсаңыздар болады. Жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Кейін жылы сүтімізді қосамыз. Араластырып, ұнымызды бөліп қосатын боламыз. Електен өткізесіздер. Қанша керектігінің барлығын осы видеоның астында қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Біріккенше біркелкі болғанша араластырасыздар. Енді ұнымыздың қалған жартысын салып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Егер де менің видеоларым ұнап жатса, маған лайк басып, комментарий қалдырып, қолдау білдіре кетсеңіз болады. Енді сұйық майымызды құямыз. Егер де блиниларыңыз шықпай жүрген болса, көптеген рецепттермен жасап, осы рецепттен көріңіз, бірден шығады. Егер де көп жасайтын болсаңыздар, осыны 2 есеге көбейтіп жасасаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Ыстық қайнап тұрған 1 стакан суымызды құйып алдық. Орташа отта, жай емес, орташа отта осылай блиниларымызды пісіре бастаймыз. Егер де осылай жан-жағы қызарған кезде пісті деп ойласаңыздар болады. Вилканың көмегімен жан-жағын алып, ауыстырып аламыз. Мінекей қызарды. Бұл видеом көбінесе жас қыз келіншектерге арналады. Егер де бірінші рет жасап жүрген болсаңыз. Мінекей асты осылай піседі. Барлығын осылай пісіріп алдым. Бірінші кезде қолыңыз үйренбеуі мүмкін, кейін үйреніп кетеді. Бірінші блиниларыңыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Кейін сұйықтықтарыңызды араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Міне осылай болып шықты. Менің блиниларым арасында күйгені де бар. Міне осылай болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді. Арасына өздеріңіз қалағанша начинка қоссаңыздар болады.